Амансыз ба? Мен сізді тағы да бір керем бүгін хош көріп аламын. Байыр им ортақ атлар деген темада. Собственные и нарицательные имена существительные. Орысша айтқан заманда. Бүгін мен өзім сөзімді ортақ атларыма айтқан заманда, ортақ атлар олар бізде кішкей әріптілермен жазылатаған атлар. А байыр атлар ол үлкен әріптілермен жазылатаған атлар. Міне мен баслама сүйемін, мынадай сөздер яздым сізге. Бүгін қараңыз. Терме, ошақ, шарық, күбі, көсеу, тартқыш, шыпта, кигіз, төстиме, білезік, қаптал, тастар, күйен, құйы, юнтарақ, емқұсақ. Бұлар балалар ескірген сөздер. Не үшін сөздер ескіреді? Не үшін? Ескірме болады, киім да, үй ескірме болады. А сөздер не үшін ескіреді? Неге десе, міне сіз көріп тұрсыз, бұл предметлерді біз яшауда қоланмаймыз. Яшауда қоланудан олар шығадылар. Соншында оларды белгілейтаған сөздер де ескірген сөздер, орысша айтқанда архаизмдер көбіне кіреділер. Әрбір сөздің ақында бір шей тоқтағым келеді. Термеде емес, юртада, термелерде бұрын bizim ноғайлар, ата-бабаларымыз кең шөлде яшағанлар. Термелер ақ кигізден, құба, қара кигізден болғанлар. Олар қыста қардан, күзде ямғырдан, шашыннан, язда болса күннің көзінен bizim халқымызды сақлаған төгерек терме. Төгерек термедің ортасында ошақ яңған, жоғардан түтін шығып, үлкен қазанда ет қайнап, төгерегінде атайлар отырып, қолына домбыра алып, янда ұнықлары отырып, оларды тыңлап, атасын тыңлап, сақлап, оның сөздерін есінде тұтып, жырларын, дестанларын сөйтіп, өскен заманда өзінің балаларына айтып, арқадан арқаға, ауыздан ауызға сөйте-сөйте олардың өлімсіз сыдыралары bizim заманға дейін жеткенде. Соң үшін айтады ауызлама халық яратушылығы деп. Сондай термелерде туған, термелерде шыққан аңлар, өлімсіз сыдыралар туғанлар. Сол сөзді біз білмeye керек. Біз терме, ол юрта, міне әлгі заманларда да современный әлгі юрталарды ясайдылар. Байрамлар, сабантой байрам болса, миллет байрамлар болса, термелер құрыладылар. Ошақ, ошақты айттым сізге, қырда ноғай ошақта біздің тетелеріміз өтпеклер салғанлар. Соны өтпек табадың үстінде тезек яңған, арасында ноғай өтпек, оны тартқышпан шығарып, көсеумен қарағанлар ашып. Мен өзімді кішке бала заманда көп көргенмін, тетем қайтып өтпек салғанын, сол өтпектің дәмі төгерекке яйла таған еді. Иісі, яң піскен өтпектің иісі, әлгешке дейінді мен мұтып болмаймын. Шыпта деген, ол жуадан етілген, төселетаған циновка, тете жылғадан жинап әкеледен әділер затты шүметекті. Соннан ағаштан ясалған станок бар еді, соға жиплерімен, соның арасына шүметеклерді салып, темірмен басып, шыпта ясайтан еді. Сол шыптардың үстінде біз көп ойнағамыз, көп шай ішкеміз. Оны езітпен әрі өді. Шыптаға шай төгілсе, өтпектің бағы жайрап түссе, оны шөберекпен жоғышпан сыпырып алма тыныш еді. А егер кигіздің үстіне шай төгілсе, оны кептірмеге тазылама қиын деп. Соншында, о заманда стол не жоқ. Біз бала заманда көп қоланмайдылар әдемлер. Шыптардың үстінде көп шай ішкенлер. Тетейлер, біз өзімізде сол затты көргенбіз. Ноғай үйді, шыптады, бізде бала заманда соның бір ұшын, бұрынғы яшаудың ұшын көрдік деп айтпа боламын. Төстеме ол қысқа аяқлады ярасықлайтаған күмістен етілген нагрудной украшение. Білезіклер болғанлар түрлі-түрлі күмістен, көбісінше қызлар, келіншектер, абайлар, білезіклер, төстемелер салма тақпа сүйгенлер, қапталлар кигенлер, спай еттіріп, яғаларын тұра қалдырып тігіп, кішке уақ түймелерімен қаптырғышларымен, ақтастарлар таққанлар, анайлар ақтастардың астында спай бөрклер киіп, жоғарынан ақтастар салып, тартып, сөйтіп олар сондай киімдер киіп байрамларға, тойларға барғанлар. Күйенмен барып суға келгенлер құйыдан. Бүгінлерде күйен біздің музейімізде де сақланады. Ол күйен деген
қобанлар суағаш дейді, коромыслы. Екі шетінде оның ілмегі бар, екі шелек салатан толтырып сол күйемен бізде су тасыған заманымыз болған. Қойыға тек су алып қалмай, қойдың ішіне сүт ашымасын деп сауытқа құйып, жіп байлап, қойдың ішіне іліп қойдан едік. Тетей сөйтіп, зат ашымасын деп, сүт ашымасын деп. Юн тарақта өзікті көп бейтіп юнді тазалағанлар, ұршықпан иіргенлер, нәскелер соққанлар, сөйтіп жылы затларды қысқа әзірлегенлер. Ол ескірген сөздер балалар, ескірген сөздер, ama biz ол сөздердің әрбірсін есімізде тұту керек. Біз недесі ол сөздер біздің ата бабаларымызбан байланыслы. Енді қарайық айтып байратлардың ақында, собственный имена. Байратларға не сөздер келеді? Ол жылғалардың атлары, қалалардың, журналлардың атлары, ауыллардың атлары. Міне мысалы байратлар: Тербіз, Иран, Едірне қала, Турция, Ақтау, Белгород, Кершен, Керч, Қапқай, Владикавказ, Кешеней, Кишинев, Төмен, Тюмень, Мысыр, Египет. Мысырге yol алсам да, мен жолымды бөлермін. Таңла сені өлер десе, бүгін өзім өлермін деп айтқан біздің шолпан жұлдызымыз Кадрия Темірбұлатова. Бұлар байыр атлар боладылар, балалар. Енді біз есімізге алайық біздің бәтірлердің атларын. Едіге, Шора бәтір, Ер Қосай, Ер Тарғыл, Ер Күсеп, Мамай, Айсылдың ұлы Әмет бәтір, Қопланлы бәтір, Мүсеке бәтір, сондай басқалар Ноғайдың 40 бәтірлерінің бірнешеулері. Қарланды бәтір, Қарланды, Қаты Яман, Шамланды деп Шора бәтір қайтып Ақтажының әлбейінен өшін алғаны есіңізге түсіріңіз. Ақтажының әлбейі оның Қарагер атын тартып алып кеткен заманда Шора бәтірді есіңізге түсірейік. Қайтып ол әлбейді өлтіріп қаңғып кеткенін. Оны мен ойлаймын, сіз біздің үкімет драм театр оны көрсетейік ойы бар. Міне бүгін мен жаздым сізге біздің ноғай тілде шыға таған журналлардың, газеталардың атлары. Мәметеке, Черкесті шыға таған балалар журналы, оның редакторы Асан Найманов. Лашын, Соколенок, ол Махачкалада шығады республикалық журнал, онда Стамбулхан Култаева шлейді редактор болып. Сіздің де көп затларыңыз онда баспаланады. Мен айтпа сүйемін, Байтерек журналын ақында, оның етекшісі, редакторы, Дағыстанның халық жазушысы Бике Кулыншакова. Сүйітпеге сүйемісізді, Сәуле деген журналдың біз бірінші номерін көрдік, бүгінлерде екінші номері әзірлік көріп тұрады. Оның редакторы біздің Едіге ауылдың қызы, филология ілімлерінің кандидаты Фарида Атакаева. Бұл біздің журналлардың атлары. Ноғай дауысы, Шөл тауысы газеталарды сіз бәріңізді білесіз. Ноғай дауысы ол Қарашай Черкеш республикасында шығатан газетамыз, біздің Ноғай районымызда шығатан газета республикалық, ол Шөл тауысы. Олар дайымда шөл яшаушылар ақында yazып, біздің етімісілеріміздің ақында айтып тұрадылар. Ноғай ауыллардың ақында айтқан заманда біз жұмақлар түзбе боламыз. Мысалы, бұл ауыл балық кері, берекетлі жылға көлі. Ол қайсы ауыл деп сұрасаңыз, өзік деме айтарым сізге, ол Едіге ауылы, біздің балықтың ері. Мен мысалы, өзім атамды балықшы, атам менің балықшы, Едіге ауылында деп ерді yazғамын. Ол сондайда берекетлі ауыл, балықтың ері, бір заманда дүгіш ашылатан еді Едіге ауылда. Әлі сондай затты пішен шашып, әдемдер бек әру яшайдылар. Бидай аслық патшасы, мол болады бақшасы. Ол қайсы ауыл? Өзекті ол Қарағас ауылы. Ауылларда ерек тұрған, үй салған, аты болған. Ең кішкей ауыл бір заманларда ондай базар болған, сіз білесіз. Үй салған ауыл ең шетте
Әрбір ауылдың өзінің өнері, өзінің белгілі әдемлері бар. Ауылдардың атлары балалар үлкен әріплермен жазыладылар. Бүгін біз есімізге алдық байыр, ем ортақ атларды. Сізге сосы тема ярағандыр деп сенемін. Сау болыңыз.